Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Авариясіздер ва достар, бүгін сіздерге футбол ақпараттарын жеткіземіз. Ал сіздер болса біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды бастайық. Несі керек педі? Жоқ десеңіз де Вантнанара сізден рұқсат сұрамайды. Ол тағы да Instagram парақшасына ашық-шашық фотоларын жүктеп, оқырмандарын қызықтыруда. Бұл Мауро Икарди мен оның мәңгілік махаббаты 5 періштенің анасы Ваннаның кезекті қойылымы. Егер бұл жұптың қарым-қатынасын өз өміріңізден де қатты уайымдайтын болсаңыз, бірақ соңғы жаңалықтарды өткізіп алсаңыз, уайымдамаңыз, бәрін айтып береміз. Бүгінгі жағдай былай: Икарди мен Ваннанара қазір бірдей емес. Ваннанара аргентиналық сәтті шабуылшыны тастап, оны итальяндық Машин Ган Келдің пародиясына айырбастап жіберген болатын. Жаңағы жігітпен қазіргі уақытта Ваннанара өмір сүріп жүр. Ең қызығы, олар жай ғана айырылысып қойған жоқ. Қазіргі таңда Ванда Икардиді 40 миллион евро үшін сотқа беріп отыр. Бұл ақшаны не үшін талап етіп отырғаны әлі де белгісіз. Бірақ бұл лас әңгімелердің бірі. Бірақ енді Икарди қазір басқа клубтарға барғысы келеді. Түркияда жалығып кеткен Икарди. Тағы да ақпарат бере кетейін. Галатасарайдың бас бапкері Окан Бурукпен де ара қатынасы қазіргі уақытта жақсы емес. Қазір Икардидің алдында екі бағыт тұр: Италияға оралу немесе Испанияға көшу болып жатыр. Италияда оған Фиорентина мен Аталанта клубтары қызығып отыр. Және де екі клубтың да оның Галатасараймен байланыстарының қалай өрбитінін мұқият бақылауда. Испанияда болса үміткерлер одан да көп. Реал Сосьедад, Жирода және Вильяреал секілді топ клубтарда қызығып отыр. Енді Испанияның бір ортаңғы клубтарда қазір оны алуға қарсы емес. Бірақ ең қызықты нұсқа мадридтік Реалдың Икардиді өз құрамына қосуы мүмкін деген сенсациялық теория. Бұл жаңалық бірінші рет айтылып отырған жоқ, бірақ әлі де кезекті бар. Өткен маусымда Реалда Хаселу деген шабуылшы болған. Ол көбіне ойынға қосалық құрамынан шығып, командаға маңызды ұпайлар алып келген. Алайда Хаселу кетіп қалды да командада тәжірибелі орталық шабуылшы қалмады. Енді келесі маусымда Икарди дәл сол суперсап рөлін өз ойында алуы мүмкін. Ашығын айтқанда, бұл Реалдың қазіргі шабуыл шебі қалай ойнап жатқанын ескерсек, жаман нұсқа емес. Тағы да бір нәрсе айта кетейін: Икардидің әйелі туралы өз пікірлеріңізді әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Достар, айтпақшы, әлі де айыққаным жоқ, ауырып жатырмыз, соның өзіне де қой деп өзім видео шығарғым келіп отыр. Хейт етпейміз, лайк басамыз, комментария қалдырамыз. Ламин Ямал Барселона басшылығының соңғы әрекеттері де көңілі толмай клубта кетуі мүмкін деген ақпараттар тарауда. Бұл жағдай себеп оның жақын досы әрі Испания құрамасындағы әріптесі Ника Уильямсқа қатысты қабылданған шешім. Еске сала кетейік, өткен жазда Никоны Барселонаға ауыстыру төңірегінде шулы оқиға орын алған. Енді каталондық клуб футболшыны қатарына қосуды қатты қалаған. Нико бұл трансферге қарсы болмаған, бірақ келісімнің соңғы сәтінде футболшының ағасы Иньяки Уильямс келісімді бұзып жіберген болатын. Жалпы енді 2027-ге дейін қалшы өтініш деген екен. Енді ағасының сөзіне айтқанына кіріп, жалпы осы Уильямс қалған болатын Атлетик Билбаода. Алайда Никоның трансфері жүзеге аспаған соң Барселона басшылығы Испания чемпиондар құрамасының тағы бір жарқын ойыншысын сатып алған болатын. Әрине осы тағдау жасалған ойыншы Дани Ольма. Дани Ольма Фликтің тактикалық жүйесіне жақсы бейімделді. Сонымен қатар Рафиньяда керемет формада өнер көрсетіп жүр. Сондықтан клубқа жаңа лидер алудың аса қажеті қалмады. Дегенмен Испания басылымдарының мәліметіне сүйенсек, бұл шешім жас жұлдыз Ламин Ямалды қынжылтқан. Академия түлегі әрі болашағына зор үміт күттіретін футболшы клубтың досына қатысты соққаншылық танытуын ауыр қабылдаған. Рафинья Ламин Ямалға алтында iPhone берген болса да, бәрібір Ника Уильямспен өнер көрсеткісі келеді. Ника Уильямс қазіргі уақытта өте талантты деп айта аламыз. Бәрібір енді Ника Уильямспен қазіргі уақытта Рафиньяның орнын басалама, басалмайма, өзілеріңіз әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Рафинья осы маусымда өте кереметтей көрсетіп жатыр. Және де қазіргі уақытта Ника Уильямсқа Арсенал клубына қызығып отыр. Және 70-80 миллион евроға сатып алуға дайын. Ал Ламин Ямалға тоқталатын болсақ, Ламин Ямал Барселонадан ешқайда кетпейтіні анық. Және Барселонамен жаңа келісім шартқа отыратын барлығымызға мәлім. Ал достар, біз жаңалықтарымызды жалғастыра берейік.
Чемпиондар лигасына қатысудан клубтар қанша табыс тапты деген сұраққа байланысты өте қызық ақпарат шықты. Ең қызығы бұл тізімді көшір бастап тұрған команда қай команда деп ойлайсыздар? Артық сөзбай айта кетейік, бұл команда Пари Сен-Жермен. Неліктен оларды күтпеген команда дейміз? Себебі париждік топтық кезеңде аса сенімді ойнамады, соңғы турларды плей-оффқа әрең ілеткен болатын. Егер Чемпиондар лигасының бұрынғы форматында сақталған болсақ, Луис Энрикенің командасы турнирдің шешуші кезеңдерінен көрмеуіміз де мүмкін еді. Бірақ тарихта егер деген сөз болмайды. Ал енді сіздерге сұрақ. PSG қалайша Барселонаны артта қалдырды? Топтық кезеңге жақсы қарайтын болсақ та, Барселонада жақсы табыс тапқан болатын. Қазіргі уақытта бірінші орында Пари Сен-Жермен, Интерлік Милан, Арсенал және Барселона клубтары тұр. Одан кейін 5-ші орында Мюнхендік Бавария. УЕФА клубтарға төлемдік тек осы маусымдағы көрсеткіштерге қарап емес, соңғы 5-10 жылдағы Еурокубоктардағы жетістіктерін ескере отырып береді. Ал осы кезеңде PSG Еуропа лигасында әлде қайда Барселона жақсы өнер көрсетті. Ал Барселона 2 маусым топта кезеңде шыға алмаған болатын. Мысалы, Астон Вилла осы маусымда ширек финалға дейін жетіп, PSG-ні турнирден шығара жазады. Бірақ соған қарамастан олар өз табысын аз тапты. Ал плей-оффтың алғашқы кезеңінен ұшып кеткен Байер, мысалы, олардан да көп табыс тапқан болатын. Неге? Себебі Астон Вилла өткен маусымда Еуропа лигасының финалына шықпаған және ал соңғы жылдарда Еурокубокта тұрақты қатыспаған болатын. Сол себепті қазіргі уақытта Чемпиондар лигасының ақша табуы әртүрлі болып жатыр клубтарда. Жалпы алғанда Чемпиондар лигасында қосымша табыс табу мүмкіндігіне ие бар. Қазіргі уақытта финалға шыққан командаларға 18,5 миллион еуро береді. Турнир жеңімпазына 6,5 миллион еуро, ал Еуро суперкубогына қатысқаны үшін тағы 4 миллион еуро беріледі. Егер PSG Чемпиондар лигасын ұтса, олардың жалпы табысы 150 миллиондан сәл төмен болуы мүмкін. Бұл сома шамамен таңғалдырады. Себебі УЕФА форматында турнирдің клубтар жаңа табыс көзі болатынына айтарлықтай білініп жатыр. Және Чемпиондар лигасын жеңетін клубтар әлде қайда байи түседі. Чемпиондар лигасының ширек финалында PSG Астон Вилланы жарыстан шығарып, ағылшын клубының моральдық жарасын емдеуге қайтадан АПЛ-ға жіберді. Бірақ бұл екі команданың текетіресі мұнымен аяқталған жоқ сияқты. Париждіктер енді трансферлік нарықта беремендік клубтың тағы бір соққы жасамақшы. Жалпы бұл жолға басты кейіпкер Маркус Решфорд атанады деген ақпараттар да бар. Жақында ғана Манчестер Юнайтедтің басты ойыншыларының бірі саналып жүрген Решфорд қазіргі уақытта Рубен Амориммен арасы жақсы емес. Сол себепті қазіргі уақытта Астон Виллада өнер көрсетіп жүр. Манчестер Юнайтедте жалға беріліп. Рубен Амориммен арасы жақсы болмағандықтан енді командада орын болмаған секілді. Ең қызығы Решфорд бермегені нағыз қайта жаңғырды. Бұрынғы дриблинг, гол, өзін-өзіне сенімділік барлығы қайта оралды. Ол Астон Виллада жарқырап осы маусымда 10 гол және 9 нәтижелі пас беріп, жанкүйерлердің де бапкерлердің де көңілінен жүрегін жаулап алып жатыр. Клуб оны толық сатып алғысы келеді. Өзі де қарсы емес секілді. Бірақ мәселе бар сияқты қазіргі уақытта. Сіздерде өз ойларыңызды жазып кетулеріңізде болады. PSG-ға барған дұрыс па, Астон Виллаға барған дұрыс па? Оны да біз күтіп қалатын боламыз. Астон Вилла сатып алғысы келеді, бірақ бір мәселе туындап тұр. Себебі The Express ақпаратына сәйкес Маркусқа PSG-ның өте қызығушылығы таныта бастады. Олар Решфордты бұрыннан бақылап жүрген, ал қазір нақты қадам жасауға дайын. Париждіктер қазіргі формасындағы Маркусты командадан шабуыл тактикасынан мәнсіз үйлесетінін айта кетті. Сонымен қатар Мюнхендік клубтарда Челсиде қызығушылық білдіріп отыр. Бірақ негізі күресте Астон Вилла мен Пари Сен-Жермен бар. Бұл тартыстың немен аяқталатыны әзірге белгісіз. Маркустың өзі Виллада қалуға қарсы емес сияқты. Әсіресе егер команда Чемпиондар лигасында жолдама алса. Бірақ PSG егер оған Мбаппені алмастыратын жобаны басты бөліген болуды ұсынатын болса, бас тартуға оңай болмайтын сияқты. Жалпы енді Маркус Решфорд Пари Сен-Жермен кетіп қалуы да әбден мүмкін. Дани Карвахаль Реал Мадрид пен Арсенал арасындағы матчтан кейінгі жанжалға себеп бола жаздады. Ол ойынға мүлдем қатыспаса да, испаниялық қорғаушы өте қатты қиын жарақат алған. Вильяреалға қарсы кездесудің соңында жарақат алған екен, тізесі жақсы болмай, енді қазір ойындарға қатысып жатқаны жоқ. Сол оқиғадан кейін Реалдың оң қапталында қорғаныс әлсіреп қалды. Маусым бойы бұл позицияда Лукас Васкес пен Федерико Вальверде ойнаған болатын. Бірақ олардың ешқайсысы Карвахальдың деңгейін өнер көрсете алмай жатыр. Арсеналға болған ойында әрине қатысқан жоқ. Стадионда жай ғана қарап, Реал Мадридтің қалай Чемпиондар лигасында ұшып кеткенін көріп отырған болатын.
Сондай-ақ Букайо Сака орындаған пенальтиді де тамашалады. Жас вингер допты Паренко стилінде тебуге тырысты. Бұл Карвахальдың ашуы тудырған сәт. Ойын аяқталған соң Карвахаль техникалық аймаққа кіріп кетті. Бұл аймақ оған кіруге болмайды деді. Ол бастапқыда Арсенал ойыншылармен сыпайы амандасты. Букайо Саканың келуін күтті. Басында екеуі жай ғана жылы сөйлескендей болды. Иықтарын қағып досшы. Бірақ содан кейін Карвахаль Сакаға бірдеңе айтып, оның жеңіл түртіп дөрекі түрде шынтағынан тартқандығы көрініп тұр. Және мойнында буындырғаны көрініп тұр қазіргі уақытта. Сака испандық қорғаушыдан құтылуға тырысты, бірақ Карвахаль оны босатпай жанжалды өршіте түсті. Қақтығысты басқа ойыншылар тез арада тоқтатты. Бірақ бір қарағанда ештеңе болмағандай көрінуі мүмкін, бірақ алайда бұл оқиға үшін Карвахаль жазалануы ықтимал. Егер бас төреші матч есебінде оның әрекеттерін тіркеген болса, онда ол келесі маусымдағы Чемпиондар Лигасында 4 ойында дейін шеттетілуі әбден мүмкін. Шынын айтқанда команданың Чемпиондар Лигасынан масқара болып ұшып кетсе, сен капитан ретінде командаластарыңды жұбатудың орнына қарсыластарымен жанжал шығарып жатсың. Бұл нағыз спорттық рухқа сай әрекет емес деп ойлаймын. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осындай арна бар екен деп лайктарды аямаңыздар. Достар, лайктар аз болып отыр. Лайк көп болса, біздің видеомызды көп адамдар көретін болады.